Мәшһүр бабамыз бірде бір рет қажылыққа бармаған. Қазір жазбаларды қарап отырсақ, ең көп қажылық туралы жазған Мәшһүр Жүсіп бабамыз екен. Сол Мәшһүр Жүсіп бабамыз көп жазып кеткен қажылардың қажылыққа барғандағы сапарын. Мен сол қазір докторлық диссертация қорғау үстінде болғаннан кейін Мәшһүр Жүсіп бабамыздың еңбектерін көп оқимын. Сол оқып отырып таң қалдым ғой, сосын бір сұрақ келді. Бұл бабамыз неше рет барды екен қажылыққа деп. Сөйтсем, Мәшһүр Жүсіп бабамыз бірде бір рет қажылыққа бармаған. Бірақ қажылардың барып келген қажылықтарын сипаттауын, қай жерде не көргенін жазған кезде көзбен көргендей қылып жазған. Ол атамыздан Алла разы болсын. Мәшһүр Жүсіп бабамыз бірде бір рет қажылыққа бармаған. Қазір жазбаларды қарап отырсақ, ең көп қажылық туралы жазған Мәшһүр Жүсіп бабамыз екен. Сол Мәшһүр Жүсіп бабамыз көп жазып кеткен қажылардың қажылыққа барғандағы сапарын. Мен сол қазір докторлық диссертация қорғау үстінде болғаннан кейін Мәшһүр Жүсіп бабамыздың еңбектерін көп оқимын. Сол оқып отырып таң қалдым ғой, сосын бір сұрақ келді. Бұл бабамыз неше рет барды екен қажылыққа деп. Сөйтсем, Мәшһүр Жүсіп бабамыз бірде бір рет қажылыққа бармаған. Бірақ қажылардың барып келген қажылықтарын сипаттауын, қай жерде не көргенін жазған кезде көзбен көргендей қылып жазған. Ол атамыздан Алла разы болсын.